бастайық. Мен де сіздерді көргеніме өте қуанамын, балалар. Балалар, біз айналамызда табиғатты өзіміз күнде көріп жүрсек те, кейбір құбылыстардан мән бермейтін кездеріміз болады. Біздің қоршаған ортаның табиғатының алуан түрлігі, жер бетінің алуан түрлігі біз картадан байқаймыз. Неге картаның беті әртүрлі? Неге әртүрлі? Айтып беріңіздер, балалар. Сары жер далалы, құмды жерлерді белгілейді екен. Ал енді олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы құмды жердің оқиғасы туралы құмдағы құпия деп аталады. Мына құмды жердің табиғатын сіздер жаратылыстану пәндерінде де оқыдық. 2-ші сыныпта, 1-ші сыныпта, 2-ші сыныпта, 3-ші сыныпта. Жалпы біздің өлкеміз құмды жерге жата ма, балалар? Құмды жерге жатпайды. Құмды жердің табиғаты ол өзгеше болады. Солай ма? Сабағымыздың мақсаты мәтінді сын тұрғысынан бағалап оқимыз, кейіпкердің іс-әрекетін бағалаймыз. Осы мақсатпен жұмыс жасаймыз. Балалар, оқулығымызды ашайық. Құмдағы құпия 75-ші. Автор туралы азғантай мағлұмат тыңдап алыңыздар, балалар. Бекжігіт Баймаханов 1965 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Қазіргі заманның тарихшысы, филология ғылымының докторы, ғылыми зерттеулер топтарының басшысы. Жалпы зерттеулерді топтайтын азамат. Ал енді сабағымыз бар қарай жалғастырамыз. Сіздердің алдарыңызда стикер тұр және білгім келеді, үйрендім кестесі тұр. Осы кесте бойынша, осы кестені сабақтың өн бойы толтырып отырамыз тапсырмаларды. Жетті ме бәріңізге? Бар ғой, алдарыңызда тұр. Ал енді жалпы балалар оқулығымыздағы мәтінді оқымастан бұрын, балалар қоя қойшы, ол аласын. Мәтінді оқымастан бұрын, мәтінмен таныспастан бұрын, құмды жер туралы білетіндіктеріңізді білемін әкеліп жазыстырасың. Түсінікті ма? Алдарыңызда стикерге жазыңыздар. Өздеріңіз құмды жер туралы не білесіздер? Білетіндіктеріңізді білемінге жазыстырасың. Өздеріңіз білетіндіктеріңізді. Және осы кестені өздеріңіз толтырып отырасыздар. Болдық па? Болдық па, я болады? Болдық па, балалар? Ал болдық па? Ал аяғын сен не жаздың? Не біледі екенсің? Өте ыстық болады. Құмды дала өте ыстық болады. Өте жақсы, керемет. Құмды дала өте ыстық болады. Я не біледі осы ғой. Тез жақсы бер. Құмды жерде ыстық және жауын-шашын аз болады. Құмды жерде ыстық және жауын-шашын аз. Өте жақсы, керемет. Тамаша. Тағы да яғына. Ол жерде өте ыстық және жауын-шашын аз мөлшерде жауады. Жақсы, білеміз. Тағы да кімнен қандай елдегі яғынсыз? Құмды жерлер өте ыстық болады. Құмдағы тіршілік иелері шөлге өте төзімді. Өте жақсы, керемет. Жақсы. Тағы да аққой. Құмды жерлерде ауа райы ыстық болады. Жақсы, жақсырақ ой. Келе ғой. Ерасың барымызда жақсы.
білгім келетінге жасырамыз. Олында ең мақсат айтамыз. Құмды далада қандай өсімдіктер бар? Құмды далада қандай өсімдіктер бар? Құмды далада қандай өсімдіктер бар? Білгілер екен, бізде жақсы келмеген отырған. Тағы да тыңдайын. Мұратты келіп серпілі, Дария. Мен құмда жерде қандай жан-жануарлар бар? Келе бар. Жақсырағын. Құмды жерде қандай жан-жануарлар бар? Білгілер келеді, шағында қозас. Құмды жерлерде қандай тіршілік иелері өмір сүреді? Керемет жақсырағын, иә, тыңдады. Құмды жерде қандай заттар болады? Құмды жерде келер болады. Қандай заттар болады? Неге жасыпай қалды ма? Ал, бере ғой. Мен құмды жерде қандай өсімдіктер және жан-жануарлар мекендігінен білгім келеді. Келейін, тамаша. Жақсы. Мені Алина бара ғой. Оқы ғой. Құмды жерлерде қандай жануарлар мекендейді? Енді балалар, оқуымызды ашайық. Өздеріміз бәрінде мұқият оқып шығайық. Мәтінді оқып шығайық, іштерінен оқып шығайық. Түсініп оқимыз. Түсініп оқып шығып, мазмұнын айтамыз балалар. Ал балалар, болдық па балалар? Бір-бірімізге мәтінді оқып шықты, бір-бірімізге түсіндірді. Солай ма? Мәтіннің мазмұнын түсініп алдық па? Түсініп алдық, иә? Ал енді кім айтады мазмұнын айтып шығарыңызшы? Кім айтады? Аружан, сен бастап айта ғой. Биылғы көктем салқын жаңбырлы болды. Темірдің анасы экспедицияға бұрыннан да кеш шықты. Темірге ол жер таныс еді. Сол жерде сарыбау бір құдық болатын. Оны да геологтар қазған болатын. Сол кезде Темір соны естіп апасына сұрайды. Апа, геолог жақсы ма, әлде ботаник жақсы ма дейді. Ал апасы екеуі де жақсы дейді. Себебі геолог болмаса жан-жануарлар адамдар мекендей алмайды. Ал ботаник болмаса осы елдегі өсімдіктер бола алмайды. Ал ботаник сол өсімдіктердің барлығын зерттейді. Темір өте түсінді. Тіпті Тасбақаның өзіне де шөп қажетін екенін түсінді. Бір күні анасымен екеуі экспедицияға бара жатқанда астарынан бұтақтарының қасынан бозторғай ұшып шығады. Ол көп ұзамай сол жерде жүрді. Анасы Темірге бұлай деді. Бұл жерде бозторғайдың жұмыртқасы ұясы бар деді. Сол кезде шөптің арасын ашып қалғанда бозторғайдың ұясында 3 жұмыртқаны көреді. Темір оған таң қалды. Содан кейін анасы оған ауа райы қандай еді? Сол кезде қандай болатын еді? Салқын болатын еді. Салқын болған еді. Темір оған мақта әкелгісі келді, ал анасы былай деді. Сен өзің мақтаны әкеле бер, мен өзім жайлап бара берейін деді. Өзің келесің деді. Сол кезде Темір мақтаны келе жатып, бұталардың арасын ашқанда бозторғайдың ұясы жоқ. Қандай қызық оқиға болды? Жаңағы бозторғайдың ұясы жоқ. Ол кішкенеден кейін соң түсінді. Бозторғай егер де қауіпті сезе қалса, ол ұясын бірден көшіріп алып кетеді. Балалар, енді қазір біз
геологтың кім екенін білеміз ғой, иә балалар? Қандай геологпен танысып едік біз, атақты геолог? Қаныш Сәтбаев. Қазір сіздерге тағы да кішкене таныстырып жіберейін. Қазақстанның алғашқы геологы Қаныш Сәтбаев Қаныш Имантайұлы, аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері, қазақ СССР ғылым академиясы ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті. Қазақстан СССР академиясының академигі, Қазақстандық металлургия мектебінің негізін қалаушысы екен. Бала енді біз осы мәтін бойынша жұмыс жасайық. Қазір сіздер топқа мынадай тапсырма береді. Зеректер тобы сөздікпен жұмыс жасайсыздар, оқулық ашыңыздар. Қандай сөздікпен жұмыс жасайсыздар? Тауып осындағы сөздіктерді айтасыздар. Білгірлер тобына тапсырма мәтіндегі геологтар жайлы тауып оқу. Мәтіндегі геологтар жайлы тауып оқисыңдар. Үшінші, білімділер тобына биологтар жайлы мәтіндер тауып оқу. Сендер геологтар жайлы, ал сендер биологтар, яғни ботаниктер туралы айтылған жерді тауып оқисыңдар. Кішкене қарап отырсақ, қай жерде айтып, кім тапты? Қай топта еді? Жақсы, сөздікпен жұмыс жасайық бірінші. Сөздіктерді тауып оқисыңдар. Сөздіктер. Қандай сөздіктер бар? Кім тапты балалар? Біз абай болды. Қандай сөздер? Қандай сөздер сіздерге таныс емес кейбірі? Терімді сөздер бар. Яғни сон ғой енді. Айсен оқи қойшы. Бала тыңдалайық. Селеу? Иә. Екен. Шөптің түрі. Тағылар? Я тоқтар ғой. Біздің топқа селеу деген шөп түрі танысыз. Жақсы сөздіктерді оқыдық. Жол экспедиция деген сөз таныс емес. Жақсы. Балалар енді мына тақтаға қарай. Экспедиция деген ол кез келген жерді зерттейтін ұшым екен балалар. Міне, сіздерге берілген тапсырма, иә? Экспедиция деген ол кез келген жерді зерттейтін ұшым. Селеу, жаңағы айтқан шөптің бір түрі. Қандай шөп екен? Танысайық. Селеу, астық тұқымына жататын көп жылдық, кейіннен бір жылдық өсімдіктер. Биіктігі 30-40 сантиметр. Бұтағы қабыршақты, қауырсын тәрізді, масағы шыққанша мал азығы, мамыр, маусым айларында гүлдейді. Сәкілер ағаштан жасалған орындықтар. Сәкілер деген сөзді кездестірдіңдер ме? Сәкілерді біз білеміз бе? Бар ма біздің үйлерімізде? Иә, ауламызда сәкі бар, иә? Өте жақсы. Так, келесі топ. Зерттер сіздерге. Сізге геологтар айтылған жерді оқу. Иә, геологтар. Оқи ғой. Кітап қолмады. Геолог жасыны ботаник жасына деп сұраған екеуі де жақсы деген анасы геолог жер астындағы қиынбайлықты іздеп табады. Ал ботаник жер бетіндегі өсімдіктерді тек геолог берді. Табады. Жақсы, өте жақсы. Тез оқып шықтың, олжас мәнерлеп оқу керек. Ал сіздерге ботаниктер туралы. Ботаниктер туралы. Бізге берген тапсырма ботаник туралы оқу. Ботаник жер бетіндегі өсімдіктерді зерттейді. Өсімдік болмаса, мал да, жан жануарлар да тіршілік ете алмайды. Ботаниктер сол өсімдіктерді қалай жақсы өсіруге болатынын зерттейді. Өте жақсы. Келіндер өте жақсы. Барлығын таптыңдар балалар. Балалар, қазір бастама жауап кейінгі әдісі бойынша сіздерге сұрақ қоямын. Қысқа жауап қайтарасыздар. Мен сіздерге дұрыс еместігін айтамын. Жақсы ма? Ал бастайық. Темір анасымен құдды далаға қашан барды? Темір анасымен не қапсады? Дұрыс па балалар? Темір қандай оқиғаның куәсі болды? Темір ол жұмыртқаның ұясы және жұмыртқаны көрді. Өте жақсы. Құс ұясы неден жасалған екен? Құс ұясы неден жасалған екен? Селеудің жаншағынан. Селеудің жаншағынан.
қыспаққа. Дұрыс па балалар? Тағы тұқымда қандай тіршілік ететін жәндіктерді білесіңдер? Иә. Өте жақсы, керемет. Кездеседі, солай ма? Өлкемізде де бар. Ары қарай, бозторғайдың жұмыртқасы қандай екен? Қараңыздаршы. Тембіл. Иә, олжас. Теңбіл екен. Аха, теңбіл екен. Ал енді қараңыздаршы. Оның жұмыртқасы, бозторғайдың жұмыртқасы мен тауықтың жұмыртқасының айырмашылығы бар ма? Қандай айырмашылығы бар? Себебі бозторғайдың жұмыртқасы теңбіл, ал тауықтың жұмыртқасы ақ. Иә, түстері, пішіндері ақ болады екен. Бозторғайлар, олар тағы да мынадай мағлұматқа. Бозторғайлар сайрағыш құстар, білеміз ғой, иә? Сайрағыш құстар екен. Сайрағыш құстар тұқымдасы және жер шарында кең тараған екен. Бозторғай тек Антарктикада кездеседі. Антарктика деген сол мұзды материк, барлық жерде кең таралған құс екен. Міне балалар, бозторғай және оның балапандары. Ал енді сіздерге тағы да шығармашылық жұмыс береді. Зеректер тобы, сіздердің зеректер тобы құстарды қорғайтын тақырыбында 1-2 шумақ өлең жазасыздар. Екінші топ, тиісуге болмайды деген ойды білдіретін сурет салу, құстарға қиянат жасауға болмайды деген идеяны алып шығуларыңыз керек. Түсінікті ме атасына? Білімділер бозторғай сөзіне 5 жолды өлең жазамыз. Аяқтауға жақындасың болғандар. Өте жақсы. Білімділер тобы дайын. Білімділер сіздер. Ал жақсы. Зеректер тобынан бастайық. Балалар тыңдайық. Қоямыз балалар. Ал енді осы тапсырманың идеясын ашасын. Балалар тыңдайық. Құстар біздің достығыз, азуға онда болмайды. Табиғаттың бөлісігі теңіз сыртты қорғайды. Қанаттарын қағады, көкке ұшып барады. Өте жақсы. Ал жақсы, отыра қойыңдар. Келесі топ сұрақ қойыңыздар. Мүлдем тиісуге болмайды құстарға. Орынсыз ұясын бұзуға тиісуге болмайды. Мәтіндегі аңғой анасы мен темірдің білмегендіктен құстың ұясын білмей қозғап қойды. Келесіде олар мүлдем қайталамайды. Келесіде құстың ұясын мүлдем тиіспейді. Тиіспейді емес балалар. Мүлде жаңағыдай келесіде құстың ұясын көрсе, олар қозғауға болмайтынын ескеріп жүреді. Сіздерге де балалар құстың ұясын көргенде, құстың балапанын көргенде, ешқашанда оның ұясын қозғауға болмайды екен. Ал жақсы, отыра қойды Ал келесі топ қағайын. Бізге берілген тапсырма 4 жолды еңсер. Біріншісі сатисінің сұрақтары кім, не? Кім? Бозторғай. Сол үшін біз бозторғай жаздық. Екіншісі сын есім. Кішкентай қамқоршы. Олар қандай кішкентай қамқоршы? Екінші.
Үшінші үш жетістік. Не істейді? Қорғайды. Не істейді? шиқылдайды. Не істейді? Жылдам ұшады. Өте жақсы. Ағай. Төртіншісі төрт сөйлем құрау. 4 сөзден сөйлем құрау, иә? Бозторғай қандай шапшаң құс. Өте жақсы. Бесіншісі мәндес сөз. Бозторғайдың мәндес сөзі Керемет, тамаша. Өте жақсы. Тамаша, отыра ойында қалады. Сонымен болар бүгін біз қандай тақырыппен таныстық? Қандай тақырыппен таныстық? Қадағадағы құпия. Ал енді осы қиғаш алу стратегиясын мынадай сұрақтарға жауап берейік балалар. Бозторғай жұмыртқалары мен ұясын қалай қайдан алып кетуі мүмкін? Бозторғай жұмыртқаларын қалай алып кетуі мүмкін? Қайда алып кетуі мүмкін? Кім жауап береді? Қайда алып кетуі мүмкін? Өздерің айтыңдаршы. Иә, Ерасыл. ол ұясын жылы жаққа алып кетеді. Қайда алып кетуі мүмкін? Қалай алып кетуі мүмкін? Адамдар ұстамай тиіспеу үшін басқа жаққа алып кетеді. Басқа жерге, қауіпсіз жерге алып кетуі мүмкін. Солай ма? Қауіпсіз жерге алып кетуі. Бірақ қалай алып кетуі мүмкін? Сол бізге құпия болса, иә? Бұл әрекетті қалай түсінуге болады? Біз үшін құпия ма? Әрине. Құпия. Сондықтан өздеріңіз үйге барғаннан кейін сіздерге тапсырма. Осы бозторғай ұясын қалай қайда алып кетуі мүмкін? Оның көтеретін қолы жоқ, солай ма? Ұстайтын қолы жоқ оның. Қалай? Қандай жолмен алып кетуі мүмкін қауіпсіз жерге? Өздеріңіздің қиялдарыңызбен ізденіп жазып келесіздер. Жақсы ма? Сабақ ұнады ма балалар? Негізгі идеясын түсіндік па? Негізгі идеясы неде екен? Кім айтады? Кім айтады? Мақсат? Негізгі идеясы біз құндағы қия тақырыбын түсінуді. Біз түсінгеніміз бозторғайда құстарды, яғни атуға болмайды. Атуға болмайды. Оларды орынсыз ұясын қозғауға болмайды. Жұмыртқасын орнынан қозғауға болмайды екен балалар. Бозторғайдың құмдағы бозторғайдың құпиясы осы екен балалар. Олар өздерінің жұмыртқасын да, ұясын да егер қандай да бір қауіп төнген жағдайда